Ұлт тарихындағы ең зор оқиға 1905 жылдың 22 маусымында Қоянды жәрмеңкесі кезінде қазақ оқығандары бірігіп, патша қазақ ұлтының арыз талабын ашық көрсететін петиция ұйымдастырды. Бұл тарих жылнамасындағы қарқаралы құзырхаты құжаты. Бұл құжат қазақ ұлтының бостандығы мен еркіндігін, зайырлығы мен тілін, ділін, һәм тілінің құқығын талап еткен. Ата жұртының жері мен оның жер асты, жер үсті байлығын, оны пайдалану меншігі сияқты мәселелерді қамтыған саяси маңызы зор құқықтық құжат. Құжатқа 12.767 адам қол қойған. Шынын айтқанда арыз тілек қой. Бәленбай пункттен тұратын, 10-15 пункттен. Соны сол пункттердің бәрінде қазақ халқына не керек деген көтерілді. Тілек қойылды. Ал сол кезде ақаң бұнда Қарқаралыда орыс қазақ жаңағы мынау мектеп интернаттың директоры болып жүрген кез. Ағартушы болды. Соның бәрін түсінді бұл кісі. Соның бәрін жасады. Міне осыдан бастап ақаң тікелей ұлы қозғалыстың толқынына ілесіп. Құзырхатта сол замандағы қазақ халқын алаңдатқан ар-ождан және діни сенім наным бостандығы, қазақ балаларына білім беру мәселесі, қазақ тілінде газет шығару сияқты өзекті мәселелер қамтылған. Ал қазақ тілінің мәртебесі мен жер тақырыбына қатысты бір емес, бірнеше пункт айтылады. Бұл патшалы Ресейдің бұғауын бұзу қамтылған айтулы қадам еді. Жалпы Қарқаралы петициясын жазуға тікелей атсалысқан, соны басқарған бірнеше тұлға болса, соның біреуі әрине Ахмет Байтұрсынов болды. Сол петицияға жазуға қатысқан кісілердің бәрі де саяси сенімнен айырылып қалды. Биліктің саяси сенімінен айырылып қалды. Саяси сенімнен айырылғаны былай тұрсын, құзырхатты оқыған патшалық билік айтарлықтай әбігерге түскен. Тіпті генерал-губернатордың өзі Қарқаралыға арнайы хат жолдап, құзырхатқа қол қойғандарды тауып, хабарлауды тапсырады. Өйткені патшалы Ресей Қарқаралы құзырхатын белгілі бір дәрежеде 300 жылдай айтқандарына көніп келген бұратана халықтың өздеріне қарсы бас көтеруінің алғы шарты деп бағалаған еді. Шынында да Ахмет Байтұрсынұлы сияқты алаш зиялыларының жанын құрбан еткен басты арманы да сол болатын.